Саламатсыздар ма? Бүгін біз тауық етінен кауап, яғни шашлык пісіретін боламыз. Бұл жерде мен 2 килограмм тауықтың сан етін алдым. Терісін алып тастап, сүйектерін бөліп, сорпа жасадым. Уақтап туралған етімді басқалай пайдаландым. Ірілеу етіп турағандарымды шашлыгыме пайдаландым. Туралған еттерімді ыдысқа салып, үстіне приправымды, тұзымды, бұрышымды, кетчупымды салып, және мен деген майонезді қолдан жасағандықтан көп приправы, тұз, бұрыш қоспадым, себебі қолдан жасалған майонездің ішінде бәрі болғасын. Жақсылап араластырып, бетіне туралған пияз салып, пиязы молырақ болса өте жақсы болады. Сосын жақсылап тағы да араластырып, бетін пищевой пленкамен жауып, холодильникке мен өзім бір тәулікке қойып қойдым, тұзы бұрышы жақсы сіңу үшін. Мен деген мұнда үйде бар тәтті бұрыш, саңырауқұлақ және ащы бұрышымды пайдаландым. Сіздер молырақ пайдалансаңыздар болады. Менде балдар жемейтін болғасын, аз ғана пайдаландым. Шпажка менде ұзыны, видеода көрініп тұрғандай, осылай етіп видеодағыдай етіп турап алдым бәрін. Сосын жайлап шпажкамен діздім. Бір-біріне өте қатты жақындатпай, осылай кезектестіріп бәрін шпажкаға дізіп аласыздар. Тағы да басқа көкөністер болса қосуларыңызға болады. Менде тек бар көкөністі, өзім жақсы көретін көкөністерді пайдалануға тырыстым. Міне мен бәрін жасап болдым. Видеода көріп тұрғандайыңыздай, енді ыдысқа бәрін кішкене алшақтатып, мынандай еткізіп дізіп алдым, видеодағыдай еткізіп. Духовкада енді 30-35 минуттай пісіріп алам. 180 градуста, әркімнің духовкасы әртүрлі, сол себепті өздеріңіздің духовкаларыңызға қарайсыздар. Енді мен шашлыгым пока дайын болғанша шашлыкқа арнап мынандай тандыр нан пісірдім. Чеснок қосылған. Ол үшін суға дрожжымызды саламыз, оған песогымызды саламыз, сосын 15 минутқа қойып қоямыз. Жақсылап араластырып. Ыдысқа деген сүтімізді, тұзымызды, банағы ашытып қойған дрожжымызды, чесногымызды, оливковый майымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз бір-бірімен. Сосын ұнымызды қосып, нан жасаймыз. Яғни нанымыз деген қатты баспауымыз керек. Кішкене липкий дейді ғой, қолға жабысатындай етіп жасайсыздар. Сосын басып оны бір 15 минут қойып қоясыздар. Кішкене бір көтерілгенше, бір көтерілсе жарайды. Мен бір көтерілетін етіп істедім. Енді шашлыгымыз дайын болғанша нанымызды пісіріп аламыз. Нанымды дейтін мен деген көтерілген нанымды көрдіңіздер ме? Қолға қалай жасап аздап оны пайдаланамыз. Осылай етіп бөліктерге бөліп, доңғалақтап осылай еткізіп, сосын шетке қойдым да, бетіне орамал жағып қойдым, керегінше ала бердім. Міне видеода көрсетілгендей еткізіп жаямыз. Менің оқтауға жабысып жатқанымды көріп тұрсыздар, бірақ солай болғаны дұрыс. Ол деген өте жұмсақ, күшті болып пісу үшін. Онда да көп пайдаланбайсыздар. Видеода мен аздап пайдаланғанын көріп тұрғандай. Бұны жайып болғаннан кейін мен табамды май қиып, оны салфеткамен сүртіп алдым. Менде күйдірмейтін арнайы сондай тава. Соған осылай еткізіп жайып, нанымды екі жағын пісіріп алдым. Аударған сізге түсірмегенмін, сол себептен ан жағын көрсетіп жатырмын. Міне осылай еткізіп, бір-бірлеп пісіріп аламыз. Сосын арасына май жағып отырамыз. Осындай көлемде пісті. Менде 8-10 шақты штук шықты. Міне шашлыгымыз бәрі дайын болды. Нанымызды қойып, оның үстіне шашлыгымызды қойып, нанды осылай еткізіп кішкене басып алсаңыздар, формасын ұстайды. Менің шашлыгым, яғни кауабым өте сочный болған. Сонда да мен үстіне аздап сорпасын құйып жібердім. Осылай етіп жасап көрулеріңізге болады, өте дәмді болады. Маған жазылып, лайк қоюды ұмытпаңыздар.